Жедел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алушылардың қатарына білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Тамара Дүйсенова әлеуметтік қолдау мемлекеттің қаржылық мүмкіндігіне қарай беріледі. Әлеуметтік қолдау мемлекеттің қаржылық мүмкіндігіне қарай беріледі. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова Жібек жолы телеарнасының уәде бағдарламасына берген сұхбатында айтты, деп жазды Түркістан КЗ. Бірінші әлеуметтік қамсыздандыру. Егер азамат тәуекелге тап болса, онда оның бұрын алып жүрген табысын толық қамтамасыз етуіміз керек. Мәселен, азамат жұмыс істеп жүріп 100% мүгедек болса, онда оның бұрын алып жүрген айлығын 100% төлеуіміз керек. Егер азамат екінші, үшінші топ мүгедегі болса, онда сол топтарға сәйкес беріледі. Екіншісі әлеуметтік жәрдемақы. Әлеуметтік жәрдемақы көмек ретінде беріледі. Атаулы әлеуметтік көмекті алайық. Бұл көмек мемлекеттің қаржылық мүмкіндігіне қарай тағайындалады. Егер мемлекеттік қаржылық мүмкіндігі тәуір болса, қандай да бір көмек көрсете алады. Ал біз мемлекет тарапынан азаматқа берілетін қосымша көмек болғандықтан, айлық есептік көрсеткішті қарастырдық. АЕК жыл сайын инфляция деңгейіне өсіп отырады. Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік қолдау жүйесі бар. Әлеуметтік қамсыздандыру мемлекет тарапынан кепілдендірілген, ал әлеуметтік қолдау мемлекеттің қаржылық мүмкіндігіне қарай беріледі, деді Тамара Дүйсенова. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.